Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен адам организміне өте пайдалы болып табылған, осындай асқабақтан өте дәмді, нәп-нәзік, жұп-жұмсақ болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Айлалда көптеген видео рецепттермен бөлісемін. Сол себепті менің YouTube арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Осындай қазақ тіліндегі контенттерді қолдап кетулеріңізді сұраймын. Менің арнамның дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Ең алдымен осындай ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстінен 130 грамм қантымызды салып, жақсылап бенчиктің көмегімен араластырып аламыз. Миксердің қажеті жоқ, тек бенчикпен араластырып отырамыз. Міне дәл осылай болып араластырдық. Енді осының үстінен біз сары майымызды және сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы описание бөліміне граммдарын бәрін жазып қалдыратын боламын. Үккіштен өткізілген осындай асқабақты да қосып, жақсылап араластырып аламын. Міндетті түрде асқабақты үккіштен өткізіп алсаңыздар, пирогқа өте дәмді болып шығады. Алдын ала иліктен өткізіп алған ұнымды қосып, оны да араластырдым. Үстінен қопсытқышымызды кішкене ғана ас содасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болғанша, осындай әдемі масса болғанша араластырып аламыз. Міне біздің массамыз дайын болды, өте әдемі осындай болып шықты. Алдын ала пешті 180 градусқа қыздырып қойдым. Енді осындай ыдысымызға, менікі 22 диаметр, соның ішіне пирогымызды құйып аламыз. Дәл осы пирогты құйып 180 градуста 40-45 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пайдалы асқабақтан осындай әдемі пирогтарды, тағамдарды сізде жасап, отбасы мүшелеріңізді қуанта беріңіздер. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, әрі жұп-жұмсақ, нәп-нәзік болып шықты. Сіздер дайындап көріңіздер. Рецепт тексерілген. Қазіргі таңда дәл осы рецептпен өзім қолданамын. Міне дәл осылай болып шығады. Өте дәмді болып шығады. Балаларыңыз жесе де асқабақтың пайдасы өте зор екенін білесіздер. Құрамында ешқандай көкөністерде жоқ Т витамині осы асқабақта бар. Сол себепті асқабақтан неше түрлі тағамдарды, тәттілердің түрін дайындап, өз отбасыларыңызды қуанта беріңіздер. Менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Айлалда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себепті менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Осындай қазақ тіліндегі контенттерді қолдап, осы каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Жансұлу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.